Спорт эмоция ғана емес. Бұл талдау мен стратегия. Эфирде арена аналитикалық спорт хабары. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, сіздермен әуе толқынында арена спорттық бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейік, біз әр аптаның сәрсенбісінде сағат 15-онда тікелей эфирде сіздермен қауышып отыратын боламыз. Еліміз бен әлемдегі ең маңызды жаһандық додаларға бірге шолу жасап, тұшымды талқылау өткізетін боламыз. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты тақырыбы елордамыз, яғни Астанада жалауын желбіреткен болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорттық турнирі. Осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітіп, жарыстың қыр-сырын саралау үшін студиямызға арнайы қонақтар келіп отыр. Таныс болыңыздар, Данияр Жанәлі және Мөлдір Оспанқызы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қош көрдік. Енді болашақ ойындары 2026 тұңғыш рет елордамыз Астана қаласында өткізіліп жатыр. Жалпы мультиспорттық турниріміз. Жалпы осы болашақ ойындарына қанша мемлекет қатысып жатыр, қанша команда, қанша ойыншылар келді, және фиджитал деген ұғым жалпы дәстүрлі спорт пен киберспортты қалай тоғыстырады, соған тоқталып өтсек? Бұл болашақ ойындар өте бір ерекше форматта ұйымдастырылып жатқан жарыс, жаһандық жарыс десек болады, әлемдік деңгейде өтіп жатқан бұл жаққа бүгінгі таңда 34 мемлекеттен 800-ден аса спортшы қатысып жатыр. Жалпы болашақ ойындары бұл жерде жаңа киберспорт пен классикалық спортты тоғыстырған бір алаңда үлкен жаһандық жарыс. Бұл жерде ойыншылар, қатысушылар бірінші кезеңде виртуалды түрде цифрлық ойынды ойнайтын болса, екінші кезеңде олар кәдімгі нағыз алаңға барып, сол жерде күш сынасатын болады. Бүгінгі таңда Астанада өте керемет деңгейде өтіп жатыр. Ол осыған дейін Қазақстан 3-ші рет қатысып отыр. Біріншісін 2024 жылы Ресейде өткен, кейін Абу-Дабиде өтті. Міне, енді Қазақстан 3-шін өзі қабылдап отыр. Бұл Қазақстан үшін өте жоғары деңгей. Себебі бізде енді білесіздер, қазір Қазақстанда биыл жасанды интеллект цифрландыру жылы сонымен ұштастырып отыр. Сондай-ақ биыл бізде цифрлық кодекс, жасанды интеллект заң қабылданды. Осының барлығын алып келгенде бұл киберспорт пен классикалық спортты тоғыстырған жаһандық жарыс біз үшін өте керемет деп айтсақ болады. Шынында енді болашақ ойындары 2026 біздің еліміз үшін оны қабылдау үлкен мәртебе деп білеміз. Алдында да енді ашылу салтанатында куәгер болғанда да үлкен бір дәрежелі ашылу салтанатының куәгері болдық. Қаншама елден президенттеріміз келді. Сондықтан да соның барлығын көру, жалпы көрермендерге көрсету, қаншама бақ өкілдері осыны біздің елімізде көрсетіп жатыр, барынша хабар таратып жатыр. Сондықтан да бұл біздің еліміз үшін өте айтулы, елеулі бір іс-шара деп білеміз. Түсінікті. Сонда фиджитал деген ұғым ол дәстүрлі спорт, яғни киберспорт пен классикалық спорттың тоғысқан түрін айтады, да? Дәл солай. Енді осы болашақ ойындары басталмастан бұрын осы жауапты мамандардан бөлек еріктілер тартылған болатын. Енді қателеспесем 1400-ге жуық еріктілер өтініш берген. Соларға бір белгілі бір жаңағыдай ережелері бар екен, өзінің ерікті болудың өзінен. Еріктілерді біз өте, бұл жерде мен байқағаным, еріктілердің арасында егде жастағы кісілер де өте көп екен. Расымен де солардың бірі біз 79 жастағы кісімен кездестік. Ол кісімен сұхбаттасып та көрдік. Өзінің жағдайын айтып отыр. Өте ұнағанын, өзімен қатар кісілердің өте көп екенін айтып отыр. Зейнетке шыққандықтан бос уақытымда осында керемет өткізіп жатырмын дейді. Сондай-ақ бұл жерде жарыстың, турнирдің осындай ерекшеліктерінің бірі бұл зейнетке кетсе де егде жастағы кісілер мен жастарды бір алаңда жинауы. Олар ақпарат таратумен сырттан келген қонақтарға әртүрлі өздерінің көмектерін көрсетіп жатқан біз көрдік өз көзімізбен. Өте керемет атмосфераны сыйлап жатыр жалпы. Түсінікті. Енді жалпы болашақ ойындары бұрын соңды енді біздің еліміз бұл ойындарға 3-ші мәрте қатысып жатыр. Енді алғаш рет өзіміздің елімізде, елордамызда қарсы алып жатыр. Жалпы болашақ ойындары енді бірінші виртуальный ойнайды, одан кейін шынайы спорт түрінде бұл. Сонда нақтырақ біздің тыңдармандарымызға, көрермендерімізге толығымен түсіндіріп өтсеңіздер, ара-жігін ажыратып, өткені біраз көрермендерімізге түсініксіз болып жатыр да. Енді қалай ол виртуальды ойнай ма, одан кейін шынымен шынайы алаңда ойнайды дейді, футбол ойындары болып жатыр. Сол шамалы кейбір көрермендерімізге түсініксіз болып жатыр. Біз кеше енді көрермен ретінде барғанда да, мәселен Қазақстан спорт сарайында біз кәдімгі фиджитал футболын
жаңағы сайыс барысын көріп шықтық. Яғни басында ойыншылар кәдімгі киберспорт ретінде футболды ойнап шықты. Одан кейін басқа ойыншылар сол командадан, барлығы бір команда, бірақ та кибер ойыншылар бұл және де жаңағы шынайы классикалық футболды ойнайтында ойыншылар шықты. Бәрі жаңағы керемет ойын көрсетіп шықты. Өздері жаңағы ережелер бар. Әрбір кибер ойынында, классикалық ойында да кәдімгі өздерінің орнатылған ережелер бар. Сол ережелер бойынша ойнап шықты. Алдында мәселен фиджитал баскетбол ойын барысында тамашалаған болатынбыз. Ол кезде де кәдімгі баскетболды ойнады. Кибер жаңағы компьютерде отырып, одан кейін шынайы классикалық түрге ауысып баскетбол ойындарын ойнап шықты. Яғни енді спортшылар үлкен дайындықпен келгені көрініп тұр. Барлығы да өз ісінің мамандары, түрлі елден келіп жатыр. Жаңағы Бразилиядан, Аргентина, қандай тағы Италия, Испания, тіпті кеше көптеген сол мемлекеттерден келген бақ өкілдерін көрдік. Сол спортшыларын қолдап, яғни үлкен жаңағы халықтың назары осы қазіргі болашақ ойындарында деп айта аламыз. Сонда бірінші виртуальный ойнайды, содан кейін барып алаңға шығып шынайы соны. Яғни бұл жерде ойыншылар ауыспайды, яғни сол командадағы бірінші виртуальный ойнаған ойыншылар сол құраммен шынайы. Енді бұл деген спорттың түріне де байланысты. Мәселен, баскетболда кибер баскетболды ойнаған ойыншылар сол баскетболды ойнап шықты. Бірақ та футболда мәселен басқаша болды. Және де Counter-Strike'ты көрген болатынбыз. Ол жақта да кішкене өзгеше болды. Яғни әр спорт түрінің бір өзіндік ерекшеліктері болды негізі. Бұл жерде 8 дисциплинаны атап өтсек те болады. Бұл жерде фиджитал футбол, фиджитал баскетбол және фиджитал dancing деген бар, фиджитал шутер, фиджитал файтинг және моба PC деген бар, моба мобайл және Battle Royale деген 8 дисциплина бойынша өтіп жатыр. Және әр 8 дисциплинаның өзінің виртуалды нұсқасы және нағыз алаңда ойын көрсететін алаңдары бар. Соны барлығымен қамтамасыз етіп отыр. Өте жоғары деңгейде байқап отырмыз жалпы өтіп жатқан. Түсінікті. Яғни 8 ойын барысында өтіп жатыр. 8 дәл солай. Қазіргі таңда енді 29-ы басталып 9 тамызға дейін болады. 12 күнде. Тіпті уже аяқталуына да өте аз уақыт қалды шамамен. Қазір қанша сол спорттық түрлер артта қалды? Және біздің Қазақстан құрамасы әлде жалғасып жатыр, әлде өтіп жатыр. Әлі нақты әлде нақты чемпиондар анықталған жоқ, әлде қызу үстінде. Мысалы, бүгін ғана біз футболдан қазақстандық команданың ресейлік команданы жеңгенін көрдік. Фиджитал футболдан және кешегі Аргентинамен кездескен команда ғой, қателеспесем. Сол болу керек. Бірақ ол әзірге нақты бір ешқандай шешім бермейді, себебі 9 тамызға дейін нақты чемпион анықталған жоқ. Әлі де жартылай финал болады, төрттік финал болады, ширек финал болады, кейін финалға енді келе жатыр ғой барлығы да. Сол кезде анықталады нағыз жеңімпаз. Жаңа тіпті қарап отырып футболда бұрын бір далада ойнайтын дворовой футбол дейміз ғой. Соны еске түсіріп жіберді. Себебі ол жақта аут жоқ, угловой жоқ, бұрыштамадау жоқ деген секілді. Бір қызық форматта, қызық ережелермен бір есте қалып жатыр десе де болады бұл. Өзіміздің ауылдың тек екі не жетіспей тұр ма, кірпіш. Компьютерді ойнап алады да тұрады да жаңағы алаңға кірісіп кетеді. Алаңда жаңағыда бұрыштамадау жоқ, аут та жоқ. Қызық ойын екен жалпы, ұнады, өте керемет. Кім гол салады, соның есептеледі дегендей ма? Өзіндік ережелері бар дейсіз. Бұл жерде тіпті тактикалық ерекшеліктерін айтсақ болады, себебі бұл жерде команданың тактика құру шеберлігі болсын, ол жерде бір-бірін ұйымдастырушылық, жауапкершілік барлығы сезіледі. Себебі бұл андай киберспорт қой, жай компьютерлік ойын ғой деп қарауға болмайды. Ол жерде барлығы есеппен, тіпті қазір таңда трендке айналып жатыр ғой. Футболда да тренерлердің орнына математиктерді әкеліп жатыр. Сол секілді бұл жерде де өте бір математикалық шешімдердің жоғары рөл ойнайтынын байқасақ болады. Түсінікті. Енді осы бір тұрғыдан қазір 3 біздің спорттық аренамызда өтіп жатыр, қателеспесем Астанада. Билайн аренада және Қазақстан және Барыс арена. Барыс аренада. Енді жанкүйерлер тарапына қандай іс-шаралар ұйымдастырылған? Жаңағыдай фан встреча дейді, фан кездесу, өздерінің бір сүйікті командаларындағы бір ойыншылармен немесе жаңағыдай келген бір сол шынайы алаңдарда өздері топ салып сондай мүмкіншіліктері бар ма? Яғни
Иә, өте көп. Негізі осы болашақ ойындарының жаңағы серіктестері бар, самұрық қазына, Яндекс, Билайн секілді үлкен алып компаниялар. Солардың тарапынан әртүрлі жаңағы интерактивтер ұйымдастырылып жатыр. Біздің көрермендерге, түрлі елден келген көрермендерге, туристерге, яғни баршаға бір өзіне ұнайтындай қызықты ойындар көрсетіліп жатыр. Тіпті жасанды интеллекттің көмегімен жасалынған әртүрлі алдында бір футбол ойын барысын көріп кеттік. Тіпті кәдімгі шынайы адамдар жаңағы роботпен футбол ойнады. Ана футбол кәдімгі мына неде өтеді, Барс аренаның жаңағы несінде. Сол кәдімгі қызық болды негізі бар ғой. Көптеген интерактивтер өткізіліп, кәдімгі көрермендерге қатты дайындалғандары көрініп тұр. Сыйлықтар таратылып жатыр, түрлі маскоттар бар тіпті. Осы болашақ ойындарының ресми маскоттар бар, олар Арлан, Айлин секілді. Олар да жаңағы көрермендерді кәдімгі көңіл күйлерін көтеріп, сөйтіп көмектесіп жүр. Көзайымдарын айналып жатыр шынымен де. Иә, керемет. Атмосфера өте керемет. Жанкүйерлер тарапына да яғни жағдай жасалған барлық несіз. Иә. Түсінікті, құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік. Бізде сіздер тыңдап отқан Арена спорттық бағдарламасы әр апта сайын сағат 15:10-да сәрсенбі күні жолығып отыратын боламыз. Бізде кішігірім қазір музыкалық үзіліс, одан кейін сіздерге 5 минуттан кейін сіздермен қауышатын боламыз. Больше солнца, больше музыки, больше драйва. На JJ-FM. Жеңіс пен жеңіліс. Рекорд пен интрига. Эфирде Арена. Ел спорттағы ең маңызды сәттер. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге әуе толқында Арена спорттық бағдарламасы естеріңізге сала кетейік. Біз әр аптаның сәрсенбісінде сағат 15:10-да тікелей эфирде қауышып отыратын боламыз. Бізді jjfm.kz сайтынан тікелей эфирде қазір тамашалай алсаңыздар болады. Сондықтан одан кейін біздің осы эфиріміз сақталатын болады. Яғни YouTube арнамызға Жібек жолы радиосына осы эфиріміз шығатын болады. Және біздің құрметті тыңдармандар, егер бізге деген осы тақырып аясында сұрақтарыңыз болса, біздің WhatsApp нөміріміз 8-301-40-00 нөміріне өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдай алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз болашақ ойындары 2026. WhatsApp нөмірімізді тағы бір қайталап өтеміз. 8-301-40-00 нөміріне өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Енді болашақ ойындары 2026 біздің студиямыздың қонақтары тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Яғни Данияр Жанәлі және Мөлдір Оспанқызы. Ары қарай сұрақтарымызды жалғастырсақ, енді жаңағыдай бұл жерде командалар қатысып жатыр. Бірақ команда өздерінің ел атынан емес, яғни әртүрлі ел өкілдерінен өзінің командалық жаңағыдай намысын қорғап жатыр ғой, бұл жерде яғни. Иә, дәл солай. Бұл жерде бір құраманың ойыншылар емес, командалық ойын. Тіпті біздің қазақстандық командалардың арасында осы футзал біріншілігінде ойнап жүрген жігіттерді көріп отырмыз. Сондықтан бұл жерде клубтың былайынша айтқанда деңгейін көрсетіп жатыр, клубтық ойындардың деңгейін көрсетіп жатыр. Ол тіпті менің ойымша тіпті турнирға өте бір жақсы жоғары деңгейдегі ерекшелік беретін секілді. Себебі ол да клубтық деңгей болған соң, бұл жерде трансферлік тіпті нелерде бар, бір-бірімен ауысулар деген сияқты. Ол жағынан да қызығушылықтар пайда болады. Бұл әрі қарай да жылжытатын сияқты. Иә, әрине. Жалпы енді киберспорт біздің еліміз үшін қазіргі таңда бір дамып келе жатқан спорт түрлерінің бірі деп айта аламыз. Қаншама біздің өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ қазіргі таңда мына киберспортта жетістікке жеткісі келеді, өздерінің мүмкіндіктерін ашқысы келеді. Сондықтан да мына болашақ ойындары бір үлкен мүмкіндік деп білеміз. Алдағы уақытта да болашақ ойындары тіпті мына қысқы олимпиада, жазғы олимпиада іспеттес үлкен бір спорттық іс-шараға айналады деген үміттеміз. Сол енді негізі киберспорттың біздің өскелең ұрпаққа берер мүмкіндігі мол деп білемін. Қаншама мысалы чемпиондар шығу мүмкінді. Алдағы уақытта да негізі бұл да бір еліміз үшін үлкен мүмкіндік. Иә. Енді осы 12 күнге созылған осы спорттық, яғни мультиспорттық жарыстың
жалпы жүлде қоры қанша, яғни? Негізі ресми деректерге сүйенсек, жүлде қоры 5 миллион ақш долларына жуық. Жалпы енді ең көп жүлде қоры осы Dota 2 және де PUBG ойындары бойынша, дисциплиналар бойынша беріледі екен. Яғни әрқайсысына 1 миллион ақш долларынан берілейін деп отыр. Бұл біздің кәдімгі болашақ ойындардың демеушілерінен берілейін деп отырған сыйақы болады жүлде қоры. Түсінікті. Енді өзіміздің жаңағыдай еліміз бұл болашақ ойындарына 3-ші мәрте қатысуда. Енді 3-ші мәрте өзіміздің елімізге болып отқан бір жағы абырой, яғни жаңағы туристік бағыттан болмасын, біздің елімізге жаңағы қаншама кибер спортшылар келуде. Енді осы алдында қатысқан екі ойындарда, яғни қай тұғырдан көрінді еліміз, жалпы спорттық нәтижесі қалай болды? Қазақстанды командалар алдыңғы өткен екі жарыста жалпы фиджитал шутер бағыты бойынша 2 мәрте чемпион атанған. Бұл да бір қазақстандық команда үшін өте жоғары деңгей. Және де осы жылы Қазақстанда өтіп жатқандықтан біздің Қазақстанда командалар үшін де өте бір жақсы мотивация болады деп ойлаймын. Сондықтан биылда біз көптеген чемпиондарды күтеміз. Әрине, ол өз жерімізде өтіп жатқандықтан да бір үлкен өзіндік несі болады деп ойлаймын, мәртебесі. Түсінікті. Енді фиджитал спортшылары қалай жаттығуы мүмкін сіздердің ойларыңызша? Яғни сағаттап компьютердің алдында отыра ма, әлде физикалық бабында болу бірінші орындағы маңызды? Әрине, мен нақты білмедім, бірақ менің ойымша әрине физикалық тұрғыдағы спорт ол өте маңызды деп ойлаймын. Ол жерде мысалы, бұл жерде бір қызығы, және бұл турнирдің виртуалды спорт пен физикалық спорттың екеуінің есебі сақталады. Яғни бірінші кезеңде виртуалды түрде жарыс өтеді. Ол жерде есеп 1-0, 1-1 болса да, әр қарай келесі кезеңде сол есеп сақталып, соны жалғастырып кетеді, былайынша айтқан. Сондықтан тіпті бөліп жарып айтуға келмейтін де секілді. Екеуі де өте маңызды. Тактикалық тұрғыдан болсын, ол жаңа бір-бірін түсіну болсын ойыншылардың. Сондықтан екі деңгейде де қатар алып жүруге тырысады деп ойлаймын. Ал менің ойымша негізі кибер спортсмендер және де классикалық спорт үлгісінде көрсететін спортсмендердің әрине енді айырмашылықтар бар, онсыз болмайды. Бірақ та әсіресе осы болашақ ойындарына келіп отырған киберспортта да классикалық спорт үлгісінде де жаңағы сайысқа түсетін спортшылар, олар мықты дайындықпен келген деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде олар негізі ақылымен де тактикалық тұрғыда да дайындалады, яғни компьютерде ұзақ уақыт бойы ойнап, өздерінің жаңағы қалай айтсам болады, қабілеттерін ұштастырып жаңағы қалай дамытады. Бірақ та олар сонымен қатар өздерінің классикалық жаңағы қабілеттерін дамыту керек. Яғни олар егер де фиджитал футболды алатын болса, олар компьютерде де мықты ойнап білу керек. Сонымен қатар олар физикалық тұрғыда да өздерінің ойындарын керемет көрсетіп шығу керек болады. Яғни оларға қойылатын талап классикалық спортшыларға қарағанда да көбірек, биігірек деп ойлаймын. Сондықтан да енді бұл жерде ақылдың да физикалық дайындықтың да ұштасатын бір үлкен додасы деп білеміз осы болашақ ойындарын. Және де алдағы уақытта да осы келесі жылы болатын болашақ ойындарынан да күтетін негізі қалай айтсам болады, үмітіміз өте зор. Біздің де спортшыларымыз көптеген елдерге барып, біздің еліміздің атағын шығарып, өздерінің биік деңгейде көрсетеді деген үміттеміз. Және де енді жалпы осы болашақ ойындарына келетін спортшылар өте мықты деңгейді көрсетіп жатыр деп білеміз. Түсінікті. Сонда бұл бір жағы спортшыларға яғни мүмкіндік бар. Мысалға виртуалды ойыннан жеңіліп қалған жағдайда шынайы яғни физикалық ойыннан жеңсе, есеп теңесіп қалады. Дәл солай. Әр қарай ол тіпті пенальти сериясы сияқты футболда мысалы солай чемпионды анықтайтын болады. Түсінікті. Енді жалпы бұл сайыс, яғни осы болашақ ойындары, бұл дәстүрлі спорттың орнын баса ма, әлде жас ұрпақты бұқаралық спортқа тартудың жаңа құралы ма? Өте тамаша сұрақ. Жалпы бүгінгі таңда өте бір өзекті мәселелердің бірі десек те болады. Бұл балаларда компьютерде, телефондан аламаймыз деп айтып жатады ғой ата-аналар. Енді қазір таңда егер балаңыз телефон ойнап, компьютер ойнап отырса, ол фиджитал спортпен айналысып отыр деген сөз. Сондықтан идеологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ та, бұл жаңа киберспорт пен классикалық спортты ұштастырған бұл жарыс өте керемет өсіп келе жатқан өскелең жастарға бір тәрбие көрсететіндей, өнеге көрсететіндей, осымен айналысыңдар. Міне киберспорт та бар ішінде, классикалық спорт та бар. Қайсымен айналысың келсе де екеуін бірдей алып жүр деген сияқты бір сөз беріп тұр. Сондай ой беріп тұрғанын көріп отырмыз. Сондықтан
Бұл турнирдің жалпы идеясы өте зор деп айтар едім. Мен мәселен тіпті киберспортты кішкентайымнан қатты білмейді екем. Менің білетінім сол біздің классикалық футбол, баскетбол, жаңағы жүзу спорты секілді бокс, біздің елімізде қатты дамыған, жаңағы бір дамуы бар спорт түрлері. Алайда мен кішкентайымда осы өзімнің бауырларыммен бірге жүргенде біз барлығымыз енді әңгіме айтамыз өз арамызда. Сол кезде енді інілерімнің, бауырларымның андай киберспортта өздерінің жетістіктерге жетіп жатқандарын, және де егер де сен болашақ арманың қандай, кім болғың келеді дегенде, олар кәдімгідей өздеріне мақсат қоятын. Мен киберспортта осындай чемпион болғым келеді, осындай спорт түрінен өзімнің жаңағы үлкен жетістіктерге жеткім келеді деген секілді. Яғни мен сол кезде киберспорттың қаншалықты кейбіреулер үшін маңызды екенін, яғни үлкен рөл ойнайтындығын, және де ол спорт түрлерінен де жетістікке жеткісі келетіндігін түсіндім, маңызын түсіндім деп айтсам болады тіпті. Және де енді егер де мысалы андай да бір тұсы бар, егер де бала өсіп келе жатқан бала, мәселен тіпті физикалық тұрғыда бір проблемалар, мәселелер болса, денсаулық жағдайынан мәселесі болса, ол өзін киберспорттан көре алады. Яғни өзі кәдімгі өзінің ақылына, өзінің қабілетіне сай, жаңағы өзіне ұнайтын спорт түрін, киберспорт түрін таңдап, өзінің қабілеттерін сол киберспорт түрінде дамыта алады. Яғни егер де классикалық спорт түріне келмесе, оның физикалық дайындығы немесе денсаулық жағдайы, ол өзінің киберспорттан жақсы жетістіктерге жете алады. Яғни болашаққа деген бір үлкен өзінің жаңағы арманын орындай алады деп айта аламыз. Сондықтан да енді әрине бұл біздің кішкентай балаларымыз үшін қазір тіпті бізбен құрдас қыз-жігіттер де, жасөспірімдер де барлығы да жаңағы киберспортта да өздерін көріп, бір қалай айтсам болады, қалай болғанда да енді спортта бір жетістікке жету меніңше адам үшін үлкен бір мәртебе деп білем, жетістік деп білем. Жалпы бүгінгі таңда тіпті осы фиджитал спорттың кейбір бағыттары Азия ойындарына қосылып жатыр, ал Олимпиадаға ұсынылып жатыр. Сондықтан мұның өзі өте бір осы фиджитал спорттың, фиджитал бағыттың қандай деңгейде екенін көрсететін деп білем. Иә, және болашақ ойындарының ашылу салтанатына да біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қатысты, және де Өзбекстаннан, Тәжікстаннан, тіпті басқа да біздің туыс мемлекеттерден президенттер келіп кәдімгі қатысып шықты. Владимир Путин де сөз сөйледі, біздің елімізге сәттілік тілеп, барша ойыншыларға сәттілік тілеп, жалпы осы болашақ ойындарын ұйымдастырып жатқандарымызға үлкен бір сый-сияпатын білдіріп, яғни бұл да болашақ ойындарының қаншалықты негізі өте маңызды іс-шара және де дода екендігін көрсетеді деп ойлаймын. Және де біздің елімізден түрлі әншілеріміз, әртістеріміз де өнер көрсетті, хедлайнер еңлік болды. Және де Ирина Кайратовна, 91 секілді әншілеріміз біздің көрермендерге, барша осы теледидардан көріп отқан, шынайы өмірде көріп отқан көрермендерге, тіпті бәрімізге, мен шыны керек ашылу салтанатында болдым, Данияр да, мен де, біз үлкен әсер алдық. Шынында енді үлкен мүмкіндік еліміз үшін, сондықтан да қуаныштымыз осындай іс-шараның, доданың біздің елімізде ұйымдастырылып жатқанына. Түсінікті, жаңағы енді сөз барысында айтылып жатыр, бұның кейбір түрлері Азия ойындарына жаңағыдай уже қосылып жатыр дегендей. Яғни Олимпиада ойындарында ауыл алыс емес болуы мүмкін. Енді Лос-Анджелес болмаса да 2028-де, 2032-дегі Олимпиада ойындарына кейбір спорт түрлері енгізілуі мүмкін. Иә, әрине, ондай сыбыстар бар. Және осы енді олимпиадалық деңгейге дейін бұл киберспорт көтерілген жағдайда біздің арнайы орталықтар ашылуы мүмкін ғой Қазақстанда. Әрине, яғни тек қаладан емес, ауылдық жас жеткіншектердің де бұл спорт түріне, яғни өзінің бақтарын сынап көре алады. Иә. Бүгінгі таңда тіпті қарапайым мектептердің өзінде осы жаңағы қарапайым айтамыз ғой, игровой компьютерлер, солардың барлығын жаңартып жатыр, күшейтіп жатыр. Оның өзі осы киберспортқа деген ерекше жаңа бағыттың бұрылып жатқанын көрсетеді. Қайталап айтсам да болады тіпті. Бізде бүгінгі таңда жасанды интеллектке өте жоғары рөл беріліп жатыр. Соның барлығын айшықтайтын, көрсететін осы бір жаһандық турнир деп айтсақ та болады. Және енді ата-аналар көбінде ренжіп жатады ғой, балам компьютерде көп отырады, көп ойын ойнайды деп. Бірақ та осы баласының қабілетін, осы ойынға құмарлығын олар бір жақсы жаққа жаңағы, қалай айтсам болады, жетелесе болады да. Яғни баласына мотивация беріп, балам, онда сен осындай спорт түріне кәдімгі жаңағы ден қойып, өзінің кәсіби түрде айналыс осы спортпен. Қатты ұнап тұрма, өзінің қабілетінде онда дамыт депті. Мүмкін бір жетістіктерге жетіп қаларсың, мүмкін бір пайдасы тиіп қалар дегенде. Яғни енді баланың қабілетін аша білу, ата-ананың бір үлкен бір жұмысы, жақсы несі деп білем, енді тәрбиесі деп білем. Кез келген баланың қабілетін ашу. Мәселен, менің кішкентайымда қабілетім ол би билеу, ән айту болды. Сол қабілетімді ата-анам көре білді, дамыта білді деп айтсақ болады. Бірақ та енді мен әсіресе енді ағаларым бізде енді футболды қатты жақсы көретін да, барлығымызда GTA, футбол секілді, жаңа FIFA секілді ойындарды ойнап өстік. Және де енді ағаларымыз да сол спорт түрлерімен кейін дамып кетті, шыны керек.
күшті негізі. Яғни жаңағы әсіресе аналарымыздың айтатын көп отта көзіңді құртасың, омыртқаң қисаяды дегеннің осы бір шешімі кілті болуы мүмкін, Кәсіби түрде айналысу керек. Биыл тіпті бізде Қазақстандан молодой шықты, мысалы, Иә. ол өзінің осы киберспорттағы рөлін көрсетті, өте керемет. Киберспортта фанаттар, жанкүйерлер көбейе түссе десек те болады. Иә, біздің еліміздің атағын шығарды, ең алдымен атағын шығарды. Осы Қазақстаннан осындай жігіт шығып отыр, осындай спортшы шығып отыр дегендей керемет негізі, үлкен деңгей деп білеміз. Елімізді кибер спорттық тұрғыдан да дамытып, яғни әлемге танытып жатқан жас спортшыларымыз бар. Енді осы жалпы болашақ ойындарынан біздің өзіміздің Қазақстан құрамасынан қанша алтын яғни болуы мүмкін? Ойларыңызша? Оны айту қиын. Иә, бірақ фавориттер негізі өте көп. Бұл жақта Испания болсын, Аргентина болсын, тіпті ресейлік командаларды негізі өте мықты қарсылас бола алады. Бірақтан да енді біз Қазақстанда өтіп жатқандықтан және біздің Қазақстанда командаларында осал емес екенін ескерсек, шамамен енді бір 6-7 алтын болады деп ойлаймын, енді үміттенем, сенем, жанкүйер боламыз, жанкүйер болып жатырмыз, қазір таңда стадиондарға барып көріп жатырмыз. Иә, барынша қолдау көрсетіп керемет негізі. Бүгінгі таңда ең маңыздысы сол қолдау білдіру деп ойлаймын. Бұл жерде кім жеңсін, жеңбесін, қолдау білдіру өте маңызды спортшылар үшін. Түсінікті, рахмет сіздерге. Иә, құрметті тыңдармандар, сіздер Арена спорттық бағдарламасын тыңдап отырған боласыздар. Біздің берілген уақыт өз мәресіне жеткелі отыр. Біздің студиямыздың қонақтарымен тағы бір таныстырып өтсек, Данияр Жанәлі және Мөлдір Оспанқызы, сіздерге көп рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Келіп уақыт бөліп бізге сұхбат бергендеріңізге. Эфирді дайындап жүргізген мен Ернұр Тоғызбайұлы. Сіздермен келесі кездескенше күндеріңіз сәтті өтсін.